Көңіл айту салты. Қабыл әбілді таспен ұрып мерт қылады. Ұлынан айырылған адам ата жер бауырлап жатып қалады. Хауана екеуі қайғыдан қан жұтады. Жаббар хақ періштелерге: адам мен Хауаны жұбатыңдар. Көңілдерін демеп, жандарына медет болыңдар. Сабырға шақырып, менің мейірім шапағатымның мол екенін жеткізіңдер дейді. Жебірейіл бастаған барлық періштелер адам ата мен Хауанаға келіп көңіл айтады. Алланың шексіз мейірім нұрын жүректеріне құяды. Алла ақырын берсін, жақсылық пен игіліктен күдер үзбеңдер деп уатады. Бұл жайында қара өлең нұсқаларында: адам ата Хауа-ана түбанамыз, жалғанды бүйтіп жүріп жұбатамыз, содан бізге қалыпты мирас болып, өлгенге көңіл айтып жұбатамыз деп шумақтар қалыпты. Көп кешікпей Аллах тағала екеуіне шеш атты ұлды нәсіп етеді. Әбілге қатты ұқсайтын сәбиді көріп, екеуі көңіліндегі қайғы шер мен мұңды жойған екен. Екінші бір аңызда Мұхаммед пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, дүниеден өткенде Фатима анамыз әкесін қимай жылаған екен. Бір апта бас көтермей жатады. Сол кезде көктен Жебірейіл бастаған періштелер келіп, пайғамбардың қызын жұбатыпты. Бұл хикая жайында қазақ арасында: бисмилля сөздің басыма, қайғысыз пенде жасырма, бабасы өтіп дүниеден жылаған екен Фатима. Періштелер басу айтып, жылаудан сонды уанған, қабырғасы қайысып, періштелерге жұбанған деген жыр жолдары сақталған. Содан бастап қазалы үйге көңіл айту салты дәстүр ретінде қалыптасыпты. Тас түскен жеріне ауыр, Құдайға да жақсы адам керек деген сөздер осы жұбатудан шыққан екен дейді. Көңіл айту қазақта қазақ революциясына дейін мағыналық жағынан өте терең мазмұнға ие болған. Совет үкіметі кезінде бұл дәстүр сакральды сипатынан айырылып, профанды қалыпқа түскен. Қазіргі қазақтар қаза шыққан үйде марқұмның туыстарына мағыналы формада көңіл айта алмай, кәдімгідей қиналып қалады. Бұл дәстүр сабақтастығының үзілгендігінің айқын бір көрінісі. Бұрынғы кезде көңіл айтушылар адам ата мен барлық пайғамбарлардың басынан өткен қайғы шерді баяндап, азалы адамға сабыр сыйлаған. Мәселен, сыр бойында пішәннің төребайы қайтыс болғанда, базар жырау оның отбасына былай деп көңіл айтқан: нар көтерер жүк болды бұлтқа кіріп тұрғандай, төбеде ауып күнмен ай, Ысқақ мырза аттанды, 18-де жасындай, Аюптың көзі көр болды, күйініп ашу дертіне, Жүсіптің көңілі шат болды, сұлулық шырай көркіне, ақыры құл боп сатылды, ол Мысырдың кентіне, басы жұмыр пендесін жібермес тағдыр еркіне, Лұқпан да айла тапқан жоқ ажалды құлдың дертіне. Хан мақтанар жұрты бар, пір мақтанар мүрті бар, дүние қашқан Алтайы көрсе көздің құрты бар. Ғалымдардың қолында арабы, парсы, түркі бар, ер есейсе ел сүйер, ел тілеуін ертілер. Атамыз қазақ ғұрпы бар, туысыңның кемі жоқ, берік қақпалы шаһардай дарбазалы құлпы бар. Бір адамның сұлыбынан өзіндей ақ ұл туар, елді аузына қаратқан, алдынан топты таратқан, қарадос сенен сансызбай, атаңызда өткен күн туар, хақ нұрынан жаралған, сақтап өзін арманнан, ағайын туған халқына жол көрсеткен адалдан, хақтың досы Мұстафа, олар да көшкен дүниеден. Әулиенің басына кісі жерлеу. Түркі даласында Қожа Ахмет Яссауидің басталған әулиеден шарапат тілеу культі көшпелі халықтардың кісі жерлеу ғұрпына да өзгеріс әкелді. Тарих толқынында елге еңбегі сіңген танымал тұлғаларды Әзіреті Сұлтанның басына әкеліп жерлеу дәстүрі пайда болды. Қазіргі таңда соңғы табылған ресми деректерге сәйкес мұнда 170-ге жуық тұлғалар жерленген. Оның ішінде 25 хан сұлтандар, 26 би абыздар, 49 батыр, 60-тан аса игі жақсылар бар. Аңыздарды айтпағанда хатқа түсіп қатталып қалған деректер де баршылық. Солардың бірнешеуін ғана келтіреміз. Қаз дауысты Қазбек би 1763 жылдары қыс мезгілінде дүниеден өтеді. Оның денесін былғарымен орап, қыс бойы сөренің үстінде сақтайды. Көктем туғанда Бекболат бастаған 50 жігіт бидің денесін Әзірет Сұлтанға әкеліп жерлейді. Басына құлпытас орнатады. Бөгенбай батыр 95 жастан асқан шағында дүниеден өтіп, денесін Түркістанға жерлеген екен. Мәйітін Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи мешітіне жерлеу үшін батырдың денесін таза арулап, былғарға орап, қыс бойы сөреге қойып сақтаған.
Абылай ханның жарлығы бойынша 1778 жылы көктемде баласы Тұраналы мен Қанжығалы Айтбай Аткелтірұлы бастаған елдің игі жақсылары батырдың сүйегін нарға теңдеп Түркістанға жеткізіп Қожа Ахмет Яссауи мешітіне жерлепті. Қазіргі Торғай өңірінен Ақпанбет батыр әкесі Шақшағұлы Жәнібекті Түркістанға әкеліп жерлеген. Жоңғар шапқыншылығы кезінде Сайрамда ұрыс даласында қайтыс болған Шекті Тілеу батырдың денесін баласы Жолдаяқ батыр Әзірет Сұлтанның қасына жерлейді. Артынша ұлының да денесі әкесінің қасына қойылады. Бұл жайында ел аузында: қалмақтар Жетісуды көктей өтіп, Сайрамды жермен жексен ойран етті. Жан алып жан беріскен осы ұрыста батыр Тілеу ат үстінде қапы кетті. Сарбаздары кеңесіп ақылдасып, батыр бидің сүйегін Яссауи дүрбісіне табыс етті деген өлең нұсқалары сақталған. Өкінішке орай СССР кезінде бұл тарихи тұлғалардың моласы аяусыз қорланған. Басына қойылған белгі тастар жойылған. Соның кесірінен жерленген тұлғалардың толық дерегін білу мүмкін емес. Тіпті қазақтың ең атақты ханы Абылайдың Яссауи дүрбісіне жерленген мүрдесінің өзін анықтау үлкен дау-дамайға айналды. СССР кезінде үзіліп жалғасын таппай қалған ең киелі дәстүрлердің бірі әулиенің жанына кісі жерлеу ғұрпы болды. Осы дәстүрді үлгі етіп, әулиенің басына жерленуге тырысқан бірақ танымал тұлға бар. Ол Өзбекәлі Жәнібеков. Ол кісінің зираты оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы Арыстанбаб әулиенің қорымында жатыр. Әруақтарға Құран оқу. Әруаққа Құран бағыштаудың сауабы туралы Рабғузидің Қисса Сүл әнбиясында мынадай аңыздар бар. Ұлық Алла ешқашан ештеңеден жаралмаған әуелден бар еді. Әлемнің іші де тысы да бір өзі. Әлемнен бөлек те емес, бірге де емес құпия қазына болатын. Аллах тағала түр-түсі, шет-шегі, бет-келбеті, салмағы, мекені болмайтын мәңгілік құбылыс. Құдай өзінің құпиясын ашып, рухани қазынасы мен шарапатын 18 000 ғаламға тарату үшін адамды жаратуды ұйғарды. Сол кезде тау-тас, орман ағаш, от, су, аспан, жер барлығы адамды менен жаратса екен деп таласады. Мен биікпін, менен жарат дейді тау. Мен әзизбін, менен жарат дейді алтын. Мен тасқынмын, менен жарат дейді су. Мен дүлеймін, менен жарат дейді жел. Мен күштімін, менен жарат дейді от. Мен асқақпын, менен жарат дейді аспан. Мен жұмсақпын, менен жарат дейді ағаш. Мен қаттымын, менен жарат дейді тас. Сөйтіп барлығы таласып жатқанда жер ғана сынықтық танытып. Мен мақлұқ атаулының табанының астында жатам. Ұлық Алла адамды мұндай қадірсіз заттан жаратпас. Түбім топырақ, бүкіл күл қоқысты маған көмет, лас суды маған төгет. Мен бұл құрметке лайықты емеспін деп ойлайды. Сонда Аллах тағала: әй тау, сенде бір мін бар, тәкаппарсың, кішіреуді білмейсің. Алтын, сенде бір мін бар, баяның жоқ. Сыртың жылтырақ, ішің қалтырақ. Су, сенде де бір мін бар, тасығанда өткел бермейсің. Жел, сен тұрақсызсың, мінезің құбылмалы. От, сенің мінің қаты кессің. Жанғанда жақсы мен жаманды айырмайсың, жан-жағыңды жайпап кетесің. Аспан, сенің мінің мақтаншақсың. Өзіңнен басқаны көзге ілмейсің. Ағаш, сен әлсізсің. Сынақта сынып кетесің. Тас, сен мейірімсізсің. Жақынға жылуың жоқ дейді. Сосын жерге қарап: адам тәнін сенен жаратамын. Сен кішіпейілсің. Менің ең жақсы көретін мінез құлқым осы. Бүкіл тіршілік иесі саған тәуелді болады. Мінезің ауыр, сабырлы, қойның толған береке, алтын, күміс, ас-ауқат түгелдерлік сенен өсіп шығады. Күллі мақлұқ нәжісін саған төксе де, сен одан хош иісті гүл шығарасың. Лас су жерге сіңіп, тәтті бұлаққа айналады. Жасаған жақсылығында міндетсіну сенде жоқ. Адам сенен жаралып, өлген соң саған оралады. Адам ұрпағы тірісінде неғұрлым саған ұқсаса, соғұрлым менің алдымда қадірлі болады дейді. Осы кезде қара жер Алладан дат сұрайды: уа жаббар ием, адамды менен жаратқаныңа қарсы емеспін. Олар қанша мыңдап жерленсе де, мен олардың денесін шірітіп, тәндерін топыраққа айналдырам. Бірақ адам баласы ғапылдықтан күнәні көп жасайды.
Олар өмірден өткен кезде менің қойныма таудай күнәлар арқалап келеді. Сонда олардың ауыртпалығын кім көтереді? Жасаған қиянаттары мен зорлық-зомбылықтары менің де арқама батар дейді. Қара жер, қайғырма, мен шебер Алламын. Олардың күнәсін жойып, саған салмақ салмауға құдіретім жетеді. Мен адам ұрпағына Құран түсірем. Марқұм болған адамдардың ұрпақтары әруақтарды еске алып, оларға Құран оқытып, дұға ететін болса, олардың күнәлары жойылып отырады. Сонда саған да артық жүк түспейді. Мұсылмандар аруаққа Құран оқуды тоқтатқанша осылай жалғаса береді дейді. Қара жер сонда барып тынышталыпты. Екінші бір аңызда Ғайса пайғамбар сапарлап келе жатып, жол жиегіндегі моланы көреді. Уа жасаған, бұл мола кімдікі деп сұрайды. Алла, бір пақырдың моласы деп жауап береді. Мұның ақиреттік жағдайы қалай? Тірісінде құлшылық пен сауаптан мақұрым қалған. Тек өлейін деп жатқанда калимаға тілі зорға келді. Апырай, онда жағдайы қиын шығар. Мен тірілтіп түрін көрсем бола ма? Деп рұқсат сұрайды. Аллах, рұқсат дейді. Ғайса дұға қылып еді, өлік моладан тіріліп тұра келді. Қараса, сымдай тартылған сымбатты көркем жігіт екен. Екі бетінен нұры тамып тұр. Ғайса түсінбей, уа Аллам, сен мына адамды құлшылықпен сауаптан мақұрым болған сорлы деп едің, мынаның бет-әлбетін пейіштің леп есіп тұр ғой дейді. Сонда Алла, бұл пақырдың моласы жол үстінде жатыр. Өмірде ғапыл болғанмен жанынан өткен кеткен адам дұға оқып бет сипайды. Жиі оқылған дұғалардың шарапаты оның жатқан жеріне жайылып кетті. Жанын менің нұрыммен шомылдырды деп жауап береді. Осыдан соң Ғайса кез келген қорымның жанынан өткенде дұға жасамай өтпейтін болыпты. Өлген адамды жер қойнына тапсырып, Мүлік сүресін оқиды. Кейбір діни кітаптарда Аллах тағаланың әмірімен денеден шығып кеткен жан Алланың дәргейіне барып тұрады екен. Жан, артымда қалған ел жұрт рухыма Құран бағыштап мені еске алса екен, жақсылықтарым туралы айтса екен, Құдайдан мен үшін рахым тілесе екен деп үміттенеді деседі. Жерге қойылғаннан кейін жан екінші түні тіршілікте серігі болған балшық тәнге келіп онымен қоштасады. Сол кезде тәндегі сасық иісі жарты құлаш биіктікке көтеріледі. Жан тәнге жақындай алмай жарты құлаш қашықтықта тұрып қоштасады. Үшінші күні келгенде тәндегі сасық иісі бір құлашқа дейін көтеріледі. Жан онымен бір құлаш қашықтықта тұрып қоштасады. Сол кезде марқұмның ел жұрты оның қабір басына барып Құран бағыштап елге 3 күндік кәдесін береді. Осылай жан 7 күн бойы келіп тәнмен қоштасады. Мұны жанның тәнмен қоштасуы кезеңі деп атайды екен. 7-ші күні дегенде тәндегі сасық иіс 5 құлаш жерге дейін шығып тұрады деп айтылады. Жан тәнмен 7 құлаш жерде тұрып қоштасады. Бұл кезде де туған туыстары ел жұртты жинап ас береді, Құран бағыштайды. Мұны 7-сін беру деп атаған. Содан кейін жан әр бейсенбі жұма күндері қабірінің басына барып тұрады екен. Бұл кездері марқұмның бейсенбілігі беріліп Құран бағышталады. Мұны бейсенбілік деп атапты. Кей жерлерде жұмалық деп аталады. Марқұмға 40 күн толғанда жан Алланың рұқсатымен қабірінің басына келіп тәнімен қоштасады. Ел жұрты бұл мезгілде де әруақты еске алып Құран бағыштайды. Мұны 40-ын беру деп атаған. Жылы толғанда тән марқұммен соңғы рет қоштасады екен. Қабірінің басына 10 күн бұрын келіп қонақтайды. Туыстары бұл кезде еске алып Құран оқиды. Құран марқұмға дарысын, сауабы аруақты еске алған, Құран бағыштаған ел жұртына тиеді. Бұдан бөлек ораза, құрбан айт күндері ата-бабаларына Құран оқып, қабір басына барса сауабы мол деп сенгендіктен қазақтар әліге дейін аталмыш күндері марқұм болған туыстарына арнап Құран оқытып дұға жолдап отырады. Ел арасында айтылатын тағы бір қиссада пайғамбар ақтық сапарға кетерінде үмметімен қоштасады. Мұсылмандар пайғамбарды қимай жылайды. Уа Алланың елшісі, біз сенсіз қалай өмір кешеміз? Біздің өмірге жан бітірген сенің рухың еді ғой деп егіле жылапты. Пайғамбар, онда 3 күннен кейін рухым қабір басына келеді, сол кезде жүздесейік дейді. Ел жұрт одан сайын егіле жылапты. Онда 7 күн дегенде қабір басына келем, сол кезде жүздесейік дейді. Үмметі оғанда қанағат етпепті. Онда 40 күн дегенде келем дейді. Жұрты оғанда көндіге алмай қинала беріпті. Онда 1 жыл толғанда айналып соғайын деді. Ел жұрты, уа ардақты пайғамбар, біз сенімен үнемі бірге болғымыз келеді дейді.
Сонда пайғамбар: кім мені есіне алып, маған салауат айтуды әдет қылса, мен соның жанынан табылам, рухымен тілдесем дейді. Үмметі амалсыз көніпті. Пайғамбар ақтық сапарға кеткеннен кейін ел-жұрт үшінде, жетісінде, қырқында, жылында қабіріне зиярат етіп, пайғамбарға салауат жолдауды әдетке айналдырған екен. Тіпті қазірге дейін салауатты қисапсыз көп айту арқылы пайғамбар рухымен тілдесуге болады деп сенетін діни жамағаттар бар. Халық арасында таралған бір қиссада әруақтар әлемі былайша баяндалады. Жүрек көзі ашылған бір әулие жапан дүзде келе жатып, түнде жалғыз қалады. Жалғыз қалсаң зияратқа түне деген сөз есіне түсіп, қорымға барып қоныпты. Түннің бір уағы болғанда, ол қабір әлемінде еріндері кезеріп, беттері жарылып, шұбырып кетіп бара жатқан тобырды көреді. Бұл олардың көшбасшысымен тілдесіп: кімдерсіңдер? Бұл не тобыр? Жаяулап жалпылап қайда бара жатырсыңдар? деп сұрайды. Әруақ: біз осы қорымдағы әруақтармыз. Алла бізге мейірім шапағат етіп, әр сәрсенбі кешке қарай Құранның сауабын алу үшін үйімізге қайтарады. Егер ұрпақтарымызда Құран оқытатын жер болса, сол жерден нұр алып, қуат алып, жұма күні түстен кейін қайтамыз дейді де жүріп кетеді. Әулие кісі оқиғаның нәтижесін көру үшін жұма күні қорымға тағы да түнепті. Бұл жолы көштің алдында желмая мінген бақытты кісілер келе жатыр екен. Оларға сәйгүлік мінген қуанышты жандар ілесіпті. Осылайша көш сән салтанатымен жалғасып кете беріпті. Көштің соңғы жағында тай мінген, тайқар мінген пақырлар келе жатыр. Ең соңында бір кемпір мен шал арып ашып көшке зорға ілесіп келеді. Әулие кісі осы екі бейбақпен тілдесіп: сендер неге жаяу келе жатсыңдар? Сендерге не себепті көлік нәсіп болмады деп сұрайды. Олар: біз 2 күн Құран дәметіп бармаған жеріміз, баспаған тауымыз қалмады. Ешбір үйде бізге арнайы Құран оқылмады. Ал мына сән салтанаты асып, көліктің жақсын мінгендер Құранға қарық болғандар. Түйе мінген, ат мінген, бақытты жандардың бала-шағасы арнайы ас беріп, көрші қолаңдарын жинап, марқұм бауырларына Құран оқытты. Ал біздің артымызда жалғыз ұл қалып еді, одан хабар жоқ. Өлі болса қасымызда жүрер еді. Соған қарағанда ол тірі, бірақ бізге арнап Құран бағыштаған емес. Соның себебінен біз осындай пұшайман халге түстік. Қабірстанда Құраннан басқа зат бізге азық болып жарытпайды екен деп мұңын шағыпты. Ертесіне әулие кісі қос бейбақтың жалғыз ұлын бір байдың қойын бағып жүрген жеріне тауып алып: әй балам, мына баққан малыңа бай не ақы төлейді деп сұрайды. Жылына 10 саулық дейді қойшы. Тілімді алсаң, бір саулықты сойып әке-шешеңе Құран оқыт, олар Құранға мұқтаж дейді. Мен өзім жарлы жетіммін, тапқан малым қара басыма зорға жетеді. Жасым келсе де әлі қатынды алмадым, Құран оқытуға шамам жоқ дейді ол. Әулие кісі: өлі риза болмай тірі баймайды деген. Ата-анаңның әруағын риза етсең, тұрмыс тіршілігіңді Алла өзі түзейді. Тірі дүниеге тоймайды, өлі Құранға тоймайды деген. Бірінші солардың мұқтаждығын өте дейді. Жетім бала әулиенің тілін алып, бір саулығын сойып, бейсенбіде көрші қолаңды жинап Құран оқытады. Әулие жұма күні қорымға тағы түнейді. Баланың ата-анасы қос-қос тұлпар мініп, көштің алдында мейманасы тасып, шат-шадыман халде келе жатыр екен. Көп ұзамай жетім баланың мал басы көбейіп, жақсы жерден қалыңдық айттырып, ешкімге күні түспейтін бақытты ғұмыр кешіпті. Марқұмның атын атап Құран оқыту. Ескендір дүниеден өтерінде уәзірлеріне: жер бетінде өлген адамның саны жоқ. Қияметте ат тұяғындай жерден 70 000 адам тіріледі. Мені адам аяғы баспаған, тірі жан көмілмеген жерге апарып жерлеңдер. Мен көптің бірі емеспін. Жарты әлемді билеген сүйегі асыл, қаны қасиетті патшамын. Менің қияметте танымайтын бөтендермен қатар тұруым жараспас. Махшар алаңында жиналуға Алладан әмір болғанда бір өзім бір мекенен жалғыз тұрып, Құдайдың алдында бір өзім дараланып барым келеді дейді. Дүниеден өткен соң уәзірлері, туыстары 40 күн ақылдасып, бұрын соңды адам ұрпағы жерленбеген жер іздепті. Кеңесе келе олар Ескендір патшаны биік таудың шар басына апарып жерлейді. Нөкерлері патшамызды кісі баласы көмілмеген тың жерге жерледік деп қайтыпты. Күндердің күні анасы ұлын сағынып моласына барыпты. Оның рухымен тілдеспек болып: Ескендір деп дауыстайды. Ешкім үн қатпайды. Екінші мәрте: Ескендір ұлым деп тағы дыбыстайды. Анасы ұлын 10 рет атап шақырса да жауап болмапты. Ақырында анасы: Ескендір Зұлқарнайын деп шақырады.
Сол кезде әруақ тіл қатады. Балам-ау, мен бағанадан бері неше рет шақырып жатырмын, неге дыбыс бермедің? Әлде ол жақтағы жағдайың ауыр ма депті. Сонда ұлы: жоқ анашым, бәрі жақсы. Сіз атымды ғана атап шақырғанда мұнда талас болды. Себебі алақандай жерде есімдері ескендір қойылған 300-ге жуық әруақ қатар жатырмыз. Атымыз аталғанда мені шақырып жатыр, жоқ, мені шақырып жатыр деп таласып қалдық. Ақырында Зұлқарнайынды қосып айтқанда ғана талас тоқтады. Күмәнсіз мені ғана шақырғаны анық болған соң басқалары жол берді депті. Осыдан бастап өлген кісіге Құран оқып дұға жасағанда әкесінің және атасының есімдерінде қосып атау дәстүрге айналған екен. Мазар салу дәстүрі. Адам ата дүниеден өткеннен кейін Жибрил періште Шиш пайғамбарға келіп, оған өлікті аттандыру салтының барлық жөн жоралғысын үйретеді. Барлық періштелер жұмылып келіп, адам атаны арулап жуады. Жаназа намазы оқылып, адам атаның ұрпақтары мен періштелер сапқа тұрады. Одан кейін дүниеден өткен пайғамбарды ақ кебінге орап, қабір қазып жерлейді. Жибрил періште барлық рәсім атқарылғаннан кейін Шиш пайғамбарға: шеш, сенің әкеңнің алдындағы тағы бір перзенттік парызың қалды. 40 күн өткеннен кейін адам атаның басын қарайтып мазар тұрғызасың. Бұл әруаққа деген құрмет. Барша ұрпақтарыңа осы дәстүр үлгі болып қалсын. Марқұмның 40 күн өткеннен кейін бейіт салып, оның рухына деген құрметтерін осылай көрсетсін дейді. Осыдан соң Шиш пайғамбар 40 күн өткеннен кейін қам кірпіштен мазар тұрғызыпты. Дүниеден өткен кісіні жерлегеннен кейін басын қарайтып белгі қою салты осыдан қалыпты деседі. Өлі риза болмай, тірі баймайды. Бір күні Ғайса моланың жанынан өтіп бара жатып қабірдегі аруақтарды көреді. Олар жиналып жақсы сұхбат құрып отыр екен. Ішінде бір аруақ басы салбырап көңілсіз отырады. Ғайса: сенің неге көңіл күйің жоқ? Басқалар бүгін шат-шадыман отыр ғой дейді. Олардың ұрпақтары ата-аналарын есіне алып дұға жасапты, садақа таратты. Мені ешкім есіне де алмады дейді. Ғайса: артыңда тұяқ қалып бет дейді. Бір балам бар, бірақ оның жағдайы жоқ дейді. Ғайса ол баланы іздеп табады. Ол бір асханада ыдыс жуады екен. Ғайса оған: о дүниеде әкеңнің ахуалы нашар, әкеңе дұға жасап, артынан садақа бер дейді. Ұлы: шамам жетпейді, күн көрісім қиын дейді. Бір амал жаса, Алла ниетке береді, итке жуынды берсең де садақа ата, деп Ғайса кеңес береді. Ұлы садақа бермекке ниет етеді. Ол сол күні кешке асханада қалған қиқым қалдық пен жуындыны жинайды. Аулада жатқан қотыр итке тамақ береді. Ит тойған соң аспанға қарап ұлиды. Біраз уақыт өткен соң Ғайса моладағы аруақтарды тағы көреді. Бәрі шат-шадыман екен. Ғайса бұрынғы аруаққа: бауырым, жағдайың түзелді ме дейді. Иә, менің де соңымнан қайырлы дұғалар жетті. Ұлым бір итке садақа беріпті. Иттің разылығынан Алла маған да риза болды. Мейірімді Алла менің де ақымды толтырып берді. Ұлыма дән ризамын дейді. Осыдан соң ұлының да ісі алға басып, жағдай түзеліпті. Өлі риза болмай, тірі баймайды деген сөз осыдан қалған екен деседі.